Осы ауыл шаруашылығы саласын ғылыммен ұштастыру үшін елімізде шаруаларға арналған семинарлар ұйымдастырылуда. Күні бүгінге дейін 1,5 мыңға жоқ фермер білімін жетілдіріп, арнайы сертификат алды. Жыл соңына дейін тағы 10 мың шаруаны оқыту жоспарда бар. Астана іргесіндегі Шорталды ауданында өткен осындай семинардың біріне әріптесім Достық Талғатұлы қатысып қайтты. Сатыбалды Сыздықов көп жылдан бері ауыл шаруашылығында еңбек етіп келеді. Егін болсын, мал шаруашылығы болсын, тәжірибесі мол. Дегенмен бұл семинар мен үшін тың мәліметтер ашты дейді ол. Әжептәуір мәлімет алдым. Осы ойлаймын, осы қазір өткен сабақтардың көп кісілерге, көп шаруашылықтарға алдағы уақытта еңбекті жақсы, ұқыпты болу үшін көп әсер тигізеді деп. Шортанды ауданындағы Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы әуелден-ақ өзінің ғылыми зерттеулерімен жалпақ жұртқа танылған. Сондықтан семинар осы институт қабырғасында өтіп отыр. Оны ұйымдастыруға Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мұрындық болған. Қазақстанның фермерлерінің деңгейін көтеру үшін, олардың біліктілігін көтеру үшін біз осы жылы ауыл шаруашылығы министрлігінің тапсырысымен осы агрокомпетенциялық орталық ашқан болатынбыз. Енді сол агрокомпетенциялық орталық 14 өңірде қазір осында семинарларды өткізіп жатыр. Біз сол жерде фермерлердің бәрін оқытып жатырмыз. Бараев атындағы ғылыми өндірістік орталығы ең алдымен жердің құнарлығын зерттейді. Кейін тиісті сұрыпты бидайды егуге кеңес береді. Сондықтан осындай бітік бидай шығады. Семинар қатысушылары осыған көз жеткізу үшін қыр басына арнайы келді. Теория мен тәжірибені ұштастырудың маңызы зор. Егіс алқабында ғалымдар мен шаруалар дәріс кезінде айтылған мағлұматтарды тағы бір пысықтап алды. Әнуарбек Айтбаев 5 жылдан бері жылқы ұстап, қаз өсіріп келеді. Мал мен құс азығы керек болғасын, егін шаруашылығымен де айналысуға мәжбүр болдық дейді ол. Басқа жерден бір жерден сатып алса, ол бізге өте қымбатқа түседі. Сондықтан біз өзіміз жермен айналысып, жерімізден арпамызды, бидайымызды, шөбімізді алып отырамыз. Сондықтан сол жермен жұмыс істеу керек. Және мынау семинарлар біздің кәсіпкерлерге үлкен көмек. Жыл соңына дейін Қазақстанның барлық өңірінде мұндай 660 семинар өтеді. Нәтижесінде 10 мыңнан астам шаруа теориялық білімі мен тәжірибесін шыңдап алмақ. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басшылығының айтуынша, алдағы жылдарда мұндай семинарлар жалғасын табады. Достық Талғатұлы, Еркебұлан Тілеуғазы, қорытынды жаңалықтар.